әйемгі неміс данышпандыларының өмір хикметлері. Ешкім сен үшін көпір құрып бермейді, ешкім сен үшін жолдан өтіп те бермейді. Өмір көпірін құру һәм онан өту тек қана сенің мойнына қойылған вазифа. Жасауға себебі болған адам әрқандай қиыншылыққа шыдайды. Өмір сізге берген инамлар ішінде ең қымбаты денсаулықты, саламат тілемші науқас патшадан жоғарыdır. Ең көп білім алған адам өзін ең әпуәри адам кібі тұтады. Ниеттілер дүнияны өзгертілмейді, ниеттілер адамларды өзгертеді, адамлар болса дүнияны өзгертеді. Бақыт кілті төмендегі үш нәрсенің болуында: істеуге жұмыс, жақсы көруге инсан һәм үміт етуге нәрсе. Ең зиян нәрсе ұлыма қате қылмауға ұрыну болып табылады. Бақыт, жақсы денсаулық һәм жаман яттан өзге еш нәрсе емес. Қолымыздағы нәрселер саны емес, бәлкім не затлатсыз жасай алуымыз біздің қаншалық бай екенімізді көрсетіп бере алады. Көп ойлайтұғын инсан аз нәрсеге еріседі. Бір күні келіп һәмме нәрсе таусылады. Оған жекем болса, қиыншылықтарға күліп қарауды, өз уақытында жасап қалуды ұмытпа. Сондай әрбір нәрсенің өз хикметі барлығы ядында тұрсын. Дүниядағы ең игілікті инсанлар ең көп қиыншылықтарды һәм азап ақыретлерді басынан өткереді. Өмір оларға ең үлкен қиыншылықтарды бергені үшін да өмірді алғыслайды. Байлық шор суға ұқсайды. Қанша көп ішсең, сонша көп шөлейсің. Басқалардың пікірінің ахметті деп есептейтұғын инсанлар басқаларды жүдә көкке көтеріп атырған болады. Бір ғана нәрсе оны басқалар менен бөліскен сайын көбейе береді. Ол да болса кебіят. Саяхаттың нәтижесі кеменің тезлігіне емес, бәлкім дұрыс жолдан жүру-жүрмеуіне байланысты. Көпшілік инсанлар өздерінің бақытсыз екендігін біледі, бірақ ондан да көп инсанлар өздерінің бақытлы екенінен хабары жоқ. Инсан қаншелі мехрибан болса, ол басқалардың ішіндегі кек сақлаулығын сонша кем көре алады. Үміт негізі ең жауыз нәрселердің бірі. Себебі ол инсанның азап ақыретлерін созуға қызмет қылады. Келешек әстенірек кіріп келеді. Қазір болса ракетадай тез ұшады. Өтміш болса бір өмір бір жерде қала береді. Өзін басқара алмайтұғын адам бұйрық беру менен бойсұндырылады. Табиғаттың нызамы сондай. Адам өзлігін толық түсінуі үшін өзінің кім екенлігінен ұлыма хабарсыз болу керек. Не зат тұр бізді өлтірмесе, онда ол бізді күштілірек қылады. Жасау бұл азап ақырет дегені, аман қалу болса, әне сол азап ақырет ішінде мәңгі мазмұн таба алу болып табылады. Видео пайдалы болған болса, видеомызға лайк басып, каналымызға қосылып қойын. Каналымызда бұнан тысқары да видеоларымыз бар.